Алдыңғы бөлімде біз файлдар туралы файлды орналастыру және оның атрибуттарын қарастырып өттік. Файлдық жүйенің негізгі қызметтері: файлдарды сақтау және ұйымдастыру. Ол мәліметтерді дискіде немесе басқа сақтау құрылғыларында реттеп орналастыру. Қолжетімділікті басқару. Қолданушылар мен бағдарламаларға файлдарға рұқсат беріп, оларды оқуға, жазуға немесе өзгертуге мүмкіндік жасау. Қорғаныс және қауіпсіздік. Ол файлдарға рұқсат деңгейлерін орнату, шифрлау және резервтік көшіру. Келесі қызмет — жадыны тиімді пайдалану, деректерді фрагментацияға ұшыратпай сақтау, бос кеңістікті басқару. Соңғы қызмет — қателерді анықтау және түзету, файлдардың тұтастығын тексеріп, зақымдалған деректерді қалпына келтіру. Файлдық жүйе түрлері. FAT File Allocation Table. FAT 12, 16, 32 нұсқалары бар. Ол қарапайым құрылымы бар, флеш-жад және SD карталарда қолданылады. 4 гигабайттан үлкен файлдарды сақтай алмайды. NTFS New Technology File System. Windows жүйелеріне кеңінен қолданылады. Үлкен файлдарды сақтай алады, рұқсаттар мен шифрлауды қолдайлайды. XFAT Extended File Allocation Table. FAT 32 мен NTFS-тің мүмкіндіктерін біріктіреді, үлкен көлемдегі флеш-жадтар үшін қолданылады. EXT Extended File System. Linux операциялық жүйелерінде қолданылады. Жылдамдық пен тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Apple File System. Apple құрылғыларында қолданылады. Жылдамдық пен деректер қауіпсіздігін жақсартады. Resilient File System. Microsoft серверлік жүйелерінде пайдаланылады, деректердің зақымдалуын автоматты түрде түзетеді. Файлдық жүйені таңдау кезінде ескерілетін факторлар. Ол операциялық жүйенің үйлесімділігі, файлдардың максималды өлшемі мен дискілік кеңістіктің шектелулері, қауіпсіздік пен рұқсаттарды басқару мүмкіндіктері, сенімділік пен қалпына келтіру механизмдері. Суретте файлдық жүйе құрылымы берілген, яғни бұл жерде операциялық жүйе, ресурстар менеджері, базалық механизмдер, машиналық тәуелсіз тапсырмалар көрсетілген. FAT файлдық жүйесінің физикалық ұйымдастырылуы. FAT File Allocation Table, яғни 90-шы жылдарға ұқсас Windows және DOS жүйелерінде қолданылған файлдық жүйе. Тарихи жағынан ең ерте пайда болған. Артықшылығы — аппараттық талаптары аз, сол үшін қазіргі кезде тұрмыстық техникада қолданылады. Файлдық жүйенің құрылысы жай болып келеді. Диск басында файлдардың орналасу кестесі бар. Ол арнайы аймақ. Дискіде файлдың физикалық жағынан қайда орналасқанын көрсетеді. Егер файл ұзындығы бірнеше сектор болса, онда ол әр сектордың соңында келесі секторға сілтеме орналасады. Ақпарат блоктары дискіде кез келген тәртіппен орналасуы мүмкін. FAT кестесі барлық файлдар бөліміне ортақ болып табылады. Алғашқы жағдайда ол барлық кластерлер бос болып, барлық индекстік көрсеткіштер кластерлар бос деген мағына қабылдайды. Файлдарды орналастыру кезінде операциялық жүйе басынан бастап FAT файлдық жүйесін қарастырады және бірінші бос индекстік көрсеткішті іздейді. Оны байқағаннан кейін жазба каталогы алаңында бірінші кластер нөмірі, көрсеткіштің нөмірі белгіленеді. Кластерге осы нөмірмен бірге файлдың мәліметтері жазылып, ол файлдың бірінші кластері болып қалады. Егер файл бір кластерде орналасса, онда көрсеткішке берілген кластерге сәйкес келетін файлдың соңғы кластері арнайы мәні беріледі. Егер де файлдың көлемі бір кластерден үлкен болса, онда операциялық жүйе FAT көрсетілімін жалғастырады және бос кластерге келесі көрсеткішті іздейді. Оны байқағаннан кейін алдыңғы көрсеткішке енді файлдың келесі кластері болатын осы кластердің нөмірі беріледі. Процесс файлдың барлық мәліметтері орналасып болғанша қайталана береді. Осы бейнемен файлдық барлық кластердің тізімі. NTFS файлдық жүйесінің физикалық ұйымы. NTFS New Table File System файлдарды сақтауда мүлдем басқаша жүйесі. FAT-пен бір уақытта пайда болса да, ол кезде аппараттық талаптары үлкен еді. NTFS құрылымы жағынан дерекқорға ұқсас болып келеді. Файлдың қасиеттерінің саны шексіз болуы мүмкін. Осы қасиеттерді басқаша ағымдар деп атайды.
Ағымдар өзара байланыспағанда болса, файлда пайдаланушы үшін көрінетін ақпарат жоқ болса да, ағымдарда ақпарат сақталады. Сол үшін файл кез келген өлшемге ие болуы мүмкін. Сонымен қатар, NTFS жүйесінде дисктің аймақтары емес, метафайл деген негізгі ерекшеліктері. Үлкен файлдар мен көлемі 264 байтқа дейін болатын үлкен дискілерді қолдауы. Жұмыстан істен шығуы мен қабылдамаудан кейін программалар мен дискілерден басқару аппараттарын қалпына келтіре алуы. Операциялардың жоғары жылдамдығы, сонымен бірге дискілер. Фрагментацияның төменгі жылдамдығы, сонымен бірге дискілер. Жазбалардың жаңа типінің қосылуы, файлдар атрибутының файлдық жүйенің алдыңғы нұсқаулары мен үйлесімді сақталуы есебінен дамып шығарылған иілгіш құрылым. NTFS томында әрбір файл каталог атрибуттар жиынтығынан тұрады. Файлдың аты мен мәліметтері файлдың атрибуттары сияқты қарастырылады. Яғни NTFS түсіндіруінде файлдарда атрибуттардан басқа компоненттер жоқ. NTFS файлының әр атрибуты өрістерден тұрады. Атрибуттардың типі, ұзындығы, мағынасы және де мүмкін болса атрибуттың аты. FAT32 мен NTFS-дің айырмашылығы. Мысалы, 120 гигабайттық қатқыл диск бар делік, ал файлдың аумағы 10 килобайт болсын. FAT32 үшін кластердің аймағы 32 килобайт болады, ал NTFS үшін ол 4 килобайт болады. FAT32-де 10 килобайт файл бір кластердің орнын алады. Яғни 30 килобайт, 10 килобайт алсақ, 22 килобайт бос орын қалады. NTFS-ті 10 килобайт файл 3 кластердің орнын алады. 12 килобайттан 10 килобайт тапсақ, 2 килобайт бос орын қалады. Қолданушы көз алдына қатқыл дискті торлы дәптер деп елестетсе. Торлар ол кластерлер. Бір тор, бір кластер, ал файлдық жүйе ішіндегі ақпараттар. Файл сөздер. Мысалға, бір кластер, бір тор. Торға нүкте қойсаң, оған басқаша ештеңе жаза алмайсың. Сол сияқты FAT32 30 килобайттық кластерге 10 килобайттық файлды сақтаймыз. Сонда 22 килобайт бос қалады. Ал бос қалған 22 килобайтқа басқа ештеңе жаза алмайсың. NTFS-та 10 килобайт сақтау үшін 4 килобайттық 3 кластер керек. Сонда 2 килобайт бос қалады. 2 килобайтқа да ештеңе сақтай алмаймыз. Көріп тұрғаныңыздай, FAT32-ге қарағанда NTFS-те қолданыла алмайтын бос орын аз қалды. Соған сәйкес NTFS FAT32-ге қарағанда үнемділік. Келесі бөлімде реестр туралы қарастырамыз.